кісі Тұңғышбай Жанарқұлов. Ал ұстаз енді біз сіздің өмір бақи шәкіртіңізбіз. Біреулер сізді тұқа дейді екен, біреу Тұңғышбай дейді, біреу Тарази дейді. Біз үшін сіз тұқа мысалсыз. Анда-санда ағай деп барғанда ұстаз боласыз. Енді мінекей өмір бойы сіздің шәкіртіңізбіз, 5 минутқа Тұңғышбайдың әртісі болыңыз. Сахнада ұстазсыз шәкірт, ұстазсыз темір сияқты шикір. Кешар ағай, қандай заман болса да өнерге деген ықыластарыңыздың сенбегеніне азаймағанына шүкіршілік етеміз. Біз сонымен көркейеміз. Мұңымызды сіздердің өнерге деген көзқарастарыңыз арқылы шаямыз. Әйтпесе, мынау алдарыңызға шыққан кісілеріміз сияқты бізде де мұң болады, бізде де наз болады. Жұмыр басты пендеміз, етпен сүйектен жаралған. Содан соң өнерде де өнердің алдымен ұстазы халық сіздерсіздер. Ел іші өнер, кел іші деп жазылып қойған бекер емес. Барлығын сол сіздерден аламыз, өздеріңізге қайтып береміз. Асыл арда жаратылған Мұқағалидың сөзімен айтсақ, күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын демекші. Біздер сол өздеріңіздің іштеріңізден, сіздердің қазанда қайнаған керемет қан түйілмаған өнерді сүзіп алып, өздеріңізге қайтарып беру үшін жаралған сияқтымыз. Бұл балалар менің шәкірттерім екені рас. Айтуға қорықпай, арланбай жүргендер осылар. Басқалары да бар, олар менің атымды айтуға қорқыңқырайды. Оқыдым деп айта алмайды. Мүмкін ұялатын шығар, әлде қорқатын шығар. Мен де бұларда дәріс бергенде бұларға ақыл үйреткем жоқ. Керісінше бұлардан көп нәрсе үйрендім. Мен де қумын ғой дегендей. Кейінгіден де үйренген жөн, алдымыздағы ағалардан өсиет тыңдап, олардан жол үйренсек, кейінгілердің де көп нәрсе үйренуге болады. Сөйтіп мінекей алдарыңызда бүгін мен енді эстрада әнші болып шығайын деп тұрмын. Тұңғышбайдан біле талай нәрсе шығайын деп тұрмын. Бүгін шәкірттеріме ризашылығымды білдіріп, көрерменнің алдында көзайым бола беруге өнердің құдіретті күші, қадірі, қасиетті дарысын, әруақ қолдасын, осы өнердің төңірегінде жүрген пайғамбарлыққа жеткен Серік ағай, Шәкен ағай, Қаллекей тағы айта берсе көп, солардың әруағын қолдап, сіздердің көзайымдарыңыз бола берсін. Өнерге деген сіздердің сезімдеріңіз сарқылмасын, семмесін. Өнер адамы жайында жақында шыққан әнін жазған, әуенін жазған, музыкасын шығарған менің шәкіртім Қадырғали Көбентай. Сөзі айтыс ақыны Есенқұл Жақыпбековтікі. Ол жігіт өзді білмеуі мүмкін бұл әнге, өлеңіне ән шығарылғаны. Бірінші рет бүгін сіздердің алдарыңызда орындалайын деп тұр. Әннің премьерасы. Патшадан да паңдарымыз, біздер біреулерге арманбыз. Барды бар деп, жоқты жоқ деп жасырмай, бақытынан қашып жүрген жандарымыз.
жоқ боп атарға, біздер жүрміз қатерлі бір сапарға. Жыртығыңды жамап беріп жатса да, ешкім бізді қоса алмайды қатарға. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шырақ, әне-міне бақ қонардай боп тұра. Жалпымақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Жанымызға бермей ешбір тыныштық, көпшілікпен көп жүруге тырыстық. Бар екенін махаббаттың, шындықтың барша адамға сендіруге тырыстық. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шырақ, әне-міне бақ қонардай боп тұра. Жалпымақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Ұяттығыз шыбық бел, бізге ғашық жаны жайсаң жігіттер. Біз жүрген жер үлбіреген үміттер, біз жүрген жер ақ ниетті бүліктер. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шырақ, әне-міне бақ қонардай боп тұра. Жалпымақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шырақ, әне-міне бақ қонардай боп тұра. Жалпымақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, ешкім бізді шын түсінген жоқ